Жамбыл облысы Шу ауданы Жаңажол ауылы Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебінің жас ұстаздары. 20 ғасырдың ең жарқын тұлғасы, белгілі жазушы, Ұлы Отан соғысының даңқты жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың батыр ұлы Бауыржан Момышұлының 110 жылдық мерей тойына арналған арнау. Бауыржан Момышұлы кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, әскери шенді қызметкер, даңқты қолбасшысы, қазақтың көрнекті жазушысы. Ол 1910 жылы 24 желтоқсан күні Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ Көлбастау ауылында қарапайым мал бағатын шаруа отбасының дүниеге келді. In February 1940, he was made the commanding officer of 202nd Independent Anti-Tank Battalion based in Zhytomyr, Ukraine. In January 1941, he was attached to the military commissariat of Almaty, Kazakh Soviet Union. When the Russo-German War began in January 1941, Momышұлы was made a battalion commander in the 1078th Regiment of the 316th Relief Division. Соғыстан кейінгі жылдарда Бауыржан Момышұлы өзінің творчестволықтарының тағы бір қырынан көрініп, әдебиет майданында жаңа ерліктер жасады. Ол орыс және қазақ тілдерінде бірдей жазып, шығармаларына әскери өмірбаяндық жайттарды арқау етті. Оның бір түннің тарихы 1956 жыл, Ұшқан ұя 1956 жыл, Артымызда Москва 1958 жыл, Майдандағы кездесулер 1961 жыл жазылған кітаптары бар. Қазіргі кезде батыр ұлының құрметіне еліміздің үлкенді кішілі әскери және құқық қорғау органдары, ауылдары мен көшелері батырдың атымен аталады. Тек Қазақстанда ғана емес, Ресейде де батырдың есімімен аталатын мектеп пен көше бар. Біздің мектебімізде Бауыржан Момышұлы атамыздың атымен аталған. Жастар, біз бастаған істің жалғасы, еліміздің ертеңі, сондықтан олардың өміріне немқұрайлы қарай алмаймын, деді жауынгер жазушы. Бұл пікір күдіктенуден гөрі қамқорлыққа көп саятын еді. Онда Бауыржанға тән талғампаз махаббат бар. Бауыржанның байлығы мен бақыты өзін туған қазақ халқын кімнен болса да артық сүйетіндігінде. Оның бұл махаббаты айтыла беретін әйтеуір махаббат емес, нәзік, ыстық, талабы мол, танымы нақты махаббат. Ол қазақ халқы ғасырлар бойы жасап, ақтап келген рухани байлықтардың бүгінгі көп ұлтты мемлекетіміздің мәдени қорына үлкен олжа боп қосылған әрдайым мақтаныш тұтады.